Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге бүгін құрамына осындай қияр қосылып жабылатын, дәмі өте керемет болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, қысқа сақтауға арналған түрлі банкілердің жасалу жолын көре аласыздар. Подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Салатымызды дайындаудан бастаймыз. Ең алдымен бізге осындай қызанақтар қажет болады. Қызанақтың барлығын ет тартқыштан өтетіндей етіп турап дайындап қойдым. Және болгар бұрышын қосатын боламын. Болгар бұрышының көк түрінен де қоссаңыздар болады. Мен осындай қызыл түрін пайдаландым. Және қияр, ащы қызыл бұрыш, сарымсақ қажет. Қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге қарап, аз немесе көп етіп жасасаңыздар болады. Қызанақтың барлығын ет тартқыштан өткізіп, қиярды видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, кішкене ірілеу етіп тураймыз. Сол кезде қиярды қайнату барысында езіліп кетпейтін болады. Осындай көлемде турап дайындап алдым. Ащы қызыл бұрышты ішіндегі дәнімен қосып, ұсақ етіп турап шықтым. Сарымсақты да қолмен ұсақтау етіп турап алдым. Ет тартқыштан немесе блендердан өткізіп дайындап алсаңыздар да болады. Бұл салатқа неғұрлым сарымсақты көбірек етіп қоссаңыздар, соғұрлым өте дәмді шығады. Болгар бұрышында барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап алдым. Қызанақтың үстінен болгар бұрышын құйып дайындап алдым. Одан соң өзіміздің қайнататын ыдысымызға ет тартқыштан өткізілген болгар бұрышы мен қызанақтың екеуін араластырып, оттың астын қатты етіп қоямыз. Бір қайнап шыққаннан кейін оттың астын баяу қойып, 30 минуттай осы баяу отта қайнатып аламыз. Арасында әрине асты жабысып қалмас үшін осылайша қозғап тұру қажет болады. Жарты сағаттан соң жаңағы турап дайындап қойған қиярды осының үстінен саламыз. Сонымен қоса қызыл ащы бұрыш пен сарымсақты да бірге қосып жібереміз. Және қалауыңызға қарай осы орайда кез келген дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен кептірілген ірі қара бұрыш пен лавр жапырағын қосып, үстінен 2 ас қасық толы қант, 2 ас қасық толы тұздан қостым. Тұз мен қантын әрине өз қалауларыңызға қарай дәмін көре отырып сала бересіздер. Мен барлығын салмамды салып болғаннан кейін жақсылап осылайша араластырып, тағы 15 минутқа баяу отта қайнатуға қалдырамын. Осы арада жабатын банкілерімді стерилдеп аламын. Банкілердің барлығын чайнекке осылайша булап алдым және қақпақтарын 2-3 минуттай қайнатып дайындап қойдым. Біздің салатымыз тағы 15 минут қайнап шықты. Осы арада біздің қиярымыз жұмсарып, пісе бастайды. Ал егер одан көп уақытқа қалдыратын болсаңыз, қиярдың барлығы езіліп кетеді. Сондықтан 15 минут қана тұрса жеткілікті. Одан соң мен 70% уксустан 1 шай қасық қостым. Сонымен тағы бір араластырып 5 минутқа баяу отта қайнатуға қалдырамыз. 5 минуттан кейін біздің салатымыз дайын болып шығады. Салаттың қайнау уақыты барлығы 50 минут болды. Дайын болған салатымызды суытып алмай, ыстық күйінде стерилденген ыстық банкімізге құйып, барлығының аузын жақсылап бұрап шығамыз. Менде 4 килограмм қызанақтан 4 литрден астам банк шықты. Осымен салатымыз толығымен дайын болып шықты. Достар, сізге егер видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.